Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз өтетін бірінші тақырып тас дәуірі ежелгі адам түрлері деп аталады. Осы тақырыптың төңірегінде келесідей мәселелерді бүгін сабақ барысында қарастырамыз. Бүгін сабақта ежелгі адамдардың түрлерін, тас дәуірі және оның Қазақстандағы тұрақтарын және ежелгі адамдардың ең алғашқы наным-сенімдерін қарастыратын боламыз. Ежелгі адамдардың жалпы түрлерін еске түсіретін болсақ, эволюция барысында ежелгі адамдардың епті адам, питекантроп, неандерталь адамы және кроманьондық адам деген түрлері кең таралған. Осылардың ішінде Қазақстан жерінде қай түрлері мекендеген? Ең алғаш рет Қазақстанда пайда болған ежелгі адамның түрі ол 1 миллион жыл бұрын пайда болған питекантроптар, яғни тік жүретін адамдар. Сыртқы белгілер жағынан маймыл тектес адамдарға ең қатты жақын ежелгі адамдардың түрлерінің бірі болып табылады. Одан кейін Қазақстанда мекендеген ежелгі адамдардың түрлерінің бірі ол 135 мың жыл бұрын пайда болған неандертальдықтар. Қазіргі адамның тікелей ата тегіне жатпағанымен адамдар эволюциясының қатарына кіреді. Ал қазіргі адамдарға ең жақын ежелгі адамның түрі ол кроманьондықтар. Яғни кроманьон үңгірінде Францияда табылғандықтан осылай аталып кеткен. Латынша баламасы Homo sapiens саналы адам деп аударылады. 40-35 мың жыл бұрын пайда болған ежелгі адамның түрі. Осы ежелгі адамдардың қалыптасуы жүрген уақыттардың ішінде ең бірінші кезең ол тас дәуірі. Осы тас дәуірі барысында ежелгі адамның ең бастапқы түрден қазіргі адам қалпына түсуі қатты жүрді. Жалпы ежелгі кезеңдерді біз 3 кезеңге бөлеміз. Ол бірінші тас дәуірі, көріп тұрғандарыңыздай, ол 2 миллион 500 мың 3 мың жылдық аралықты қамтиды. Екіншісі қола дәуірі. Егер тас дәуірінде барлық еңбек құралдары тастан жасалса, қола дәуірінде оны қоладан жасай бастады. Бұл шамамен біздің заманымызға дейінгі 2 мыңжылдықты қамтиды. Және үшіншісі ол біздің заманымызға дейінгі 1 мыңжылдықта басталатын темір дәуірі. Сәйкесінше темір дәуірінде көпшілік еңбек құралдарын темірден жасады. Осы 3 негізгі ежелгі кезеңнің ішінде енді тас дәуірі өзін 3-ке бөлеміз. Соның ішінде бүгін біз бірінші дәуірді, яғни палеолитті ежелгі тас дәуірін қарастыратын боламыз. Екінші кезең мезолит деп аталады, ол орта тас дәуірі. Және үшінші кезеңі тас дәуірінде ол неолит, жаңа тас дәуірі деп аударылады. Палеолит дәуірінің хронологиясы алдарыңызда, ол 2,5 миллион жылдан бастап 12 мың жылдыққа дейін аралықты қамтиды. Оның өзі екіге бөлінеді, ол ерте және кейінгі палеолит. Соның ішінде Қазақстан жерінде табылған палеолиттің тұрақтары, яғни ежелгі уақытта адамдар қоныс тепкен жерлер. Ол Шабақты, Шақпағаты, Арыстанды, 5 мың құрал табылған Бөрі қазған, Тәңір қазған және орталық Қазақстандағы Құдайкөл тұрағы. Кейінгі палеолитте біз Батпақ, Семізбұғы орталық Қазақстанда және Шульбинка шығыс Қазақстанда орналасқанын анықтай аламыз. Палеолит тұрақтары көбіне Қазақстанның оңтүстік және орталық Қазақстан аймақтарында табылған. Көбіне Қаратау жотасында. Қаратау жотасы біз білетініміздей оңтүстік Қазақстан және Жамбыл облыстарының түйісінде орналасқан. Картада осы аталған тұрақтардың көбісін көре аласыздар. Ол Шақпағаты Маңғыстауда, Батпақ орталық Қазақстанда, Шульбинка шығыс Қазақстанда, Арыстанды, Бөрі қазған, Шабақты бізде оңтүстік Қазақстанда Қаратау жотасына жақын жерде орналасқан. Әрі қарай ежелгі адамдардың өмірін талдай беретін болсақ, ол ең алдымен ежелгі адамдардың топтасуын қарастыру керек, яғни олардың аман қалу үшін, тіршілік жасау үшін бірге топтаса бастауы. Көбіне ең бірінші алғашқы ұйымдастыру ол тобыр деп аталады.
әрекеті көбіне бірге қорғану, аң аулау және терімшілік жасаумен, яғни қорек табу және қорғанумен ғана шектеледі. Бұл жерде тобырда белгілі бір ұйымдасу түрі өте қарапайым негізде. Бірақ 40-35 мың жыл бұрын кроманьондықтардың пайда болуымен қатар адамдарда аналық ру дами бастайды, яғни рулық қауымның бірінші түрі. Тобырға қарағанда мұнда шығу тегі, яғни ортақ адамдар қандас туыстық байланыстармен байланысып, руларға бірге бастайды. Сөйтіп, қандас туыстық байланыстар кең тарала бастайды. Адам санасының өсуі, адам санасының кеңеюі бәрі де осы рулық қауымға ықпал етті. Адамдар қолданған ежелгі тас құралдардың ішінде ең алдымен тас өңдеу әдісі, яғни шиыршық тастарды бір-біріне ұрып жару арқылы ретуш әдісі дамыды. Ең ежелгі тас құрал бір жақты өңделген монопас және екі жақты өңделген құрал бипас. Тікелей аударатын болсақ, би сөзі екі, пас сөзі жақ дегенді білдіреді, яғни екі жақты өңделген дегенді білдіреді. Тас жақты құрал чоппинг деп аталды, ал жануарлардан алынған теріні өңдеу үшін тас құрал чоппер деп аталды. Олардан бөлек ағаш күрек қолданылды, гарпун қолданылды балық аулау шаруашылығында, яғни балық аулауға. Олардан бөлек найзаларды қолданды, бірақ әрине бұл жерде найзалардың ұштарын да бұл жерде тастан жасады. Яғни негізгі қолданылатын материал ол тас. Одан кейін екінші орында ағаш. Кәсіп түрлеріне келетін болсақ, ежелгі адамдар өздеріне қорек іздеу мақсатында терімшілік және аңшылықпен айналысты. Олардың ішінде ең бірінші пайда болған терімшілік. Алғашқы уақытта ағаштарда өмір сүрген ежелгі адамдардың түрлері бастапқыда терімшілікпен айналысты. Тіпті жерге түсіп, жан-жақты игере бастағанда да көбіне жабайы дақылдарды жеп, олармен қоректенетін болған. Терімшілікпен көбіне әйелдер және балалар айналысты. Ал аңшылықпен ер адамдар. Көбіне мамонт және бизон сияқты сүтқоректі жануарларға аңшылық жасап, солардың етімен қоректенген. Ежелгі адамдардың өмірінде осы аңшылық, терімшілік сияқты кәсіптермен жалпы күнделікті өмірлерін бейнелеу үшін, немесе наным сенімдерін бейнелеу үшін, ғұрыптарын көрсету үшін олар 40-35 мың жыл бұрын сурет салу өнерін қалыптастырады. Бірақ оның ең алғашқы бір түрі ол петроглифтер. Петроглиф дегеніміз үңгілерге, тастарға ежелгі адамдарды салу. Жаңағы олардың қашаған суреттері. Кез келген тастарға салынған, немесе үңгілерге салынған ежелгі суреттердің бәрін петроглиф деп атауға болады. Қазақстанның қай жерінде табылды осы петроглифтер? Яғни тасқа қашалған суреттер қай жерде анықталды? Ол Тамғалы, Алматы облысындағы ең кең танымал жерлердің бірі. Тіпті әлемдік ЮНЕСКО тізіміне енген. Екіншісі Павлодар облысы Баянауыл маңындағы Жасыбай көлі. Сол жақта табылған петроглифтер. Жамбыл облысы Хантау және Жамбыл облысы Қаратау маңында табылған петроглифтер. Олардан бөлек оңтүстік Қазақстанда Қойбақыр және Арпа өзен деген жерлерде де петроглифтер, яғни шарбаққа салынған суреттер көптеп табылған. Көріп тұрғанымыздай петроглифтерде сол жақта жабайы жылқы, бейші адамдар, бұқан суреттері жақсы көрсетілген. Петроглифтерді салу барысында тек таспен қашау ғана емес, бұл суреттерді бояу да неске алынды. Өсімдіктердің, қынанын, немесе ағаш көмірдің көмегімен адамдар түрлі бояулар жасап, осы суреттерге рен беріп, оларды бояп отырған. Әрине, петроглифтердің пайда болуы да тағы да біз адамның ең жоғары дамыған эволюциялық сатысы
кроманьондық адаммен байланыстырамыз. Өнер, кәсіп, шаруашылықтан бөлек адамдардың әрине дүниетанымы да болды. Дүниетаным дегеніміз ол адамның сол кездегі өмірге көзқарасы, әлемге көзқарасы, қоршаған айналамен байланысын білдіретін ұғым. Ежелгі адамдарда дін пайда болмаса да сол кезде ең бастапқы наным сенімдер қалыптасты. Яғни оларға неге табынуы? Әрине табиғатқа тәуелділік болғандықтан көбіне табиғатпен байланысты, тығыз байланысты болды. Табиғаттан үрейлену, тылсым құбылыстардан қорқуы қатты байқалды. Солардың ішіндегі ең бірінші наным сенімдерінің бірі ол тотемизм, яғни адамдардың шығу тегін жануар немесе өсімдіктермен байланысты. Белгілі бір рулық қауымдардан өздерінің шығу тегін немесе қасиетті жануар деп белгілі бір жаңағы жабайы әлем өкілдерін таңдап, олар тотем, негізгі қасиетті таңба ретінде пайдалануы тотемизм деп аталады. Адамдар тығыз түрде жануарлармен байланыстырылды. Екінші тағы да бір түрі ол анимизм. Адамдар арғы дүниедегі өмірі бар. Ол жақта жан тәннен бөлініп, бөлек өмір сүреді, яғни рух пен аруақ ұғымдарына сене бастайды. Анимизм белгілі бір деңгейде бүгінгі өмірде көпшілік халықтардың сана сезімінде бар, яғни аруаққа деген құрмет, аруаққа деген жаңағы табынудан бөлек оны пір тұту сияқты элементтер бәрібір де белгілі бір деңгейде бүгінгі дүниетанымда да бар. Адамның жаны арғы дүниеде өмір сүріп, одан әрі мәңгі өмірге барады деген түсінік кең тараған. Бірақ әрине ол кезде Құдай ұғымы жоқ, тек аруақ деген ұғым бірінші пайда болды. Келесі ежелгі наным сенімдерінің бір түрі ол фетишизм, өлі табиғатқа табу. Мәселен, тас, ағаш, тау, суға сыйыну, тіпті бойтұмарларға сену. Осының бәрі фетишизм. Яғни белгілі бір өлі заттың, яғни өлі табиғаттың белгілі бір құдіретті күшке ие болуы туралы түсінік. Оның адамдардың бәле жаладан, түрлі апаттардан, жамандықтан, тылсым жаман әлемнен қорғайды деген түсінігі. Мәселен, бойтомарлар әлі күнге дейін сақталған. Адамдар белгілі бір деңгейде дұға оқытылған томарларға сенеді. Олардың белгілі бір құдіретті күшіне адамға жақсылық немесе қорғаныштық қасиеттерден сенеді. Оның бәрі фетишизм. Ол кезде ол наным сенімдер кең тарады, фетишизм солардың бірі. Және атауы көбірек түсініктірек ол магия, наным сенімі адамдардың тылсым күштерге, табиғаттағы тосын дүниелерге, сиқырға сенуі. Осының бәрі магияға жатады. Ол дуалау, ол бақсылар, ол басқа әлеммен тілдесу, сондай сияқты ғұрыптардың бәрі магияға жатады, яғни сиқырға. Тақырып бойынша сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Тас дәуірі ежелгі адам түрлері бойынша бірінші тақырыпты бүгін талдадық. Жан-жақты түсіндік деп есептеймін. Сіздерге сабақ ұнады деп ойлаймын. Енді осы тақырыпты бекіту үшін сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Әрі қарай екінші зумда тестті талдайтын боламыз.